Башыңызға сәлем, цикапчылар және Мадин Ақтөбе қаласы, екі көріш, махаббат азабы, кет. Махаббат жоқ еді 21-ші ғасырда, мүмкін шын, мүмкін жалба бір алланың қолында. Мен сендерге баяндаймын мына бір оқиғаны, 2 жастың өмірі махаббаттың жолына. Бірін-бірін шын сүйетін 2 ғашық өмір сүрді, қайғы кесе бірге жеңіп, қуанышта бірге күлді. Әкке тағдырдың жазы 2 жасты азаптады, жігіт әскерге кетіп, сүйгенімен қоштасады. Жігіті жоқ жалататын қысып оны құшағына, сұлу қыздың анасы шалдырғаны бір ауруға, дәрігерден жоқ демек керек еді қаражат. Сөйтіп сұлу қыз бай жігітпен танысады, ол жігіт сұлу қызда кешті мені аямады, мен анаңа көмек беремін жарым болып жанынан. Сұлу ару келіседі амалы болмағаннан, тек жігітке жалынады аман болсын жанына. Жігіт келді әскерден, сүйгенін үйленген, ол әрине білмеген. Оны ойланып, толғанып, жігіт шешім қабылдады. Сүйгенін басқа жанмен, ол әрине көре алмады. Міне осы махаббат 21-ші ғасырдың, 2 ғашық қосылмады, таңдап жолдарын бірін бөліп қоштасады. Мәңгілікке ол өмірдің алдында, екіншісі құшағында басқа жанмен.